қолма-қол алдына қойып тұрып көрсетуге болады. И сол көрсетілген заттарыңыз бойынша уже комиссия сұрақ қоя келе, неге сіз именно финалист болу керексіз? Сол туралы. Несімен сіздікі артықшылығы бар? Мысалға, кей адамдар айтады, я мен жеке кәсіпті дамытып жатырмын, жергілікті адамдарды жұмыспен қамтып жатырмын, 5-6 адам ауылдық тұрғынды жұмысқа алып жатырмын. Оның ішінде мысалға 2 адамда инвалидность бар, 1 адамда жетіскілікті категориясы бар деген сияқты артықшылықтарға да ие болып жатады. Ол тоже аз емес, плюс бермейтін дүниеде, мысалға сол жағынан қарастырады. И финалист деген сертификат берілген кезде, ол сертификат аласыздар, алғаннан кейін сіздерге полностью маркетинг жүргізу, искусственный интеллектпен жұмыс істеу, яғни сіздің ертеңгі дамытуыңыз бойынша штрих-код алу, упаковка жасау, тегін логотип жасау, және де сіздің дайын өнімдеріңізді кейінде үлкен рыноктарға шығару, яғни осының бәрі көрсетіледі, көмек көрсетіледі. Мысалға, и сол сертификат қолыңызға бар бола тұра, сіз болашақта, яғни бізде былтыр күз айында грант болды. Управление предпринимательстводан 5 миллиондық грант бар, қайтарымсыз. То есть грант